Депутаттардың бірі тоқалды, яғни бейресми некедегі әйелдің мәртебесін заңмен жаңағындай реттеуді ұсынды. Сіз бұған қалай қарайсыз? Мен оған қарсы қараймын. Өйткені депутаттардың осы жағдайдан басқа да мәселелері бар ғой. Өте күрделі мәселелер. Соны енді қарастырсын. Осы тоқал мәселесі ол енді ұят қой, оны тіпті заңдастыру деген. Қазір ешкімге қарсы тұра алмайсың ғой. Әркім өзі біледі ғой. Жағдайы жақсы болса алады. Жағдайын жасартса алады. Жағдайы жоқ адам несін алады? Бір әйелдағы екі ері қала берсін. Баяғыда алатын еді ғой, бірақ қазір енді бажы болса өзін бағамай жүрген еркектер бар ғой, кейбір еркектер. Лучше бірінші өзін бағып үйренсін дегендей ғой. Түбегейлі қарсымын мен. Ол еркектерге мысалы 4 әйел алуға болады ғой. Әйелдерге де сол сияқты бірнеше күйеуге тию керек деген сияқтылар шығып кетті ғой, соңғы қолдаймын мен мысалы. Тоқал алу керек, қазақтың санын көбейту керек. Дұрыс қой. Ол денсаулыққа пайдалы, бәрімізге пайдалы. Қазақ көбейеді. Қазақ кетек азбыз, көп кетіп жатыр шетелге. Ұят емес пе? Енді біз егеменді зиялы, яғни дінге ешқандай неміз қатысымыз жоқ қой, мемлекеттің конституция бойынша біз менің ойымша ол дұрыс емес сияқты. Қолдамаймын. Қарсымын. Не маған өзіме ұнамайды. Мысалы неправильно болады. Біреу мысалы жігіттің не күйеуінің болашақта айтатын болса. Солай. Ондай заң қабылдаудың мақсаты түпкілікті дұрыс емес деп ойлаймын. Біздің құндылықтарымызға қайшы келетін сияқты, біздің қазақи құндылықтарымызға. Енді ауыр айтсам білмеймін, тупизм сияқты, мне кажется. Неге олай? Не зат ол дейтін құрсын. Тоқалды заңдастыру дейтін білмеймін. Әйелдердің құқығын одан сайын төмендету сияқты, мне кажется. Біз демократиялы беріміз қарсымын. Неге қарсысыз? Өйткені уже көп отбасында не болады, келіспеушілік болады, ажырасу болады деген сияқты, балалар бақытсыз болады. Толық емес семьяда, онсыз да қазір әлеуметтік жағдайлар қиын болып жатыр ғой, толық емес семьяда балалар.